Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз манты пісіреміз. Оған қажет ұн, жұмыртқа қамырына, начинкасына ет, картошка, капуста және сарымсақ, тұз, бұрыш. Төрт бұрышты бар. Сақтап тураймыз етті. Майды сақтап тураймыз. Сөлді болады мантымыз. Енді капустаны тураймыз төрт бұрыштап. Пиязды төрт бұрыштап тураймыз. Пиязды көп неғұрлым көп болса, соғұрлым мантымыз сөлді болады. Картошканы да қосамыз. Төрт бұрыштап тураймыз. Туралған фаршымызға енді тұз саламыз аздап. Дәміне қарай. Бұрыш. Енді араластырамыз. Қамыр илейміз. Шай қасық тұз саламыз. Оны суға араластырамыз. Қайнаған суға. Жұмыртқаны жарамыз. Онға және жаңағы дайындаған тұздығымызды құйып қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты да болмау керек, өте жұмсақ та болмау керек. Орташа. Бізде мұндай төрт дөңгелек болды. Біз енді қамырды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы 2 мм-дай болу керек. Аса жұқа да емес. Орташа. Қамырымызды төрт бұрыштап кесеміз. Ас қасық фарш саламыз. Начинкасын. Олай енді мантыны жапсырамыз. Суымыз енді міне қайнады. Енді мантыны кастрюльге орнатамыз. 40-45 минут қайнайды. Міне бізде мынандай манты болды. Енді дәмін көрейік. Лайк қойыңыздар. Жазылыңыздар біздің каналға. Сау болыңыздар.